Биылғы жылы өзінің 45 жылдық мерейтойын атап өткелі отырған Қарабұлақ ауылы орта мектебінің терезелері жаңартылуда. Бұл жөнінде қала әкімі Еркебұлан Байахметовтің ауылдарға жасаған арнайы іс-сапары барысында белгілі болды. Жұмыспен қамтудың жол картасы жобасының жүзеге асырылуы негізге алынған кездесу ауыл мектебінен бастау алды. Мұнда 53 жаңа пластикалық терезелерді орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде. Жөндеу барысы маусымның 4-іне дейін аяқталуы көзделген. Сонымен бірге білім беру нысанына периметр бойынша қоршаудың орнатылуы жоспарланған. Биіктігі шамамен 1,7 метрді құрайтын қоршаудың эскизімен танысқан қала әкімі әлеуметтік нысандағы жөндеу жұмыстарының сапасы мен мерзімінде орындалуын жіті қадағалауды жауапты жүйелерге жүктеді. Еркебұлан Байахметов ауыл мектебінің жанындағы балабақшаның жұмысына да аса назар аударды. Мұнда 40 бүлдіршін мектеп алды біліммен ектілі қамтылып отыр. Арнайы балалар ойын алаңында қарастырылған. Өңір басшысы 45 жылдық мерейтой қарсаңында тағы бір ойын алаңын орнату мәселесін қарастыруды алға тартты. Іс-сапар жалғасында Қарабұлақ ауылы әкімдігі ғимарат шатырының жөнделуі де қаралды. Ауа райы қолайсыздығынан зақым келген шатырды алдағы маусым айының соңында тапсыру жоспарланған. Все по технологии, люди работают. Барлығы технологияға сай жүргізілуде. Адамдар жұмыс жасауда. Шатырды құйып, содан кейін кептіретін боламыз. Одан кейін су өткізетін құйғыштар орнатамыз. Ресейлік арнайы 2 қабатты шатыр жабынымен жабамыз. Жөндеуден кейін шатыр 10 жылға дейін тұру керек деп мәлімдеді мердігер ұйымның өкілі. Жөндеу жұмыстары қаладағы білім беру мекемелерінде де атқарылуда. Қала әкімі номер 2 орта мектебіндегі спорт залының жөндеуімен танысты. Мұнда негізгі залмен қоса батареяларды ауыстыруда жоспарланып отырса керек. Сондай-ақ іс-сапар барысында мектептің қоршауын орнату және кіру есіктерін ауыстыру мәселесі талқыланды. Жауапты жүйе тұлғаларына жобаның құнын есептеу тапсырылды. Жол картасы аясында еңбекпен қамтылған азаматтардың сауалды ортаға салынып, атаулы бағдарлама бойынша 2 адам жұмысқа тартылған. Номер 8 орта мектебіндегі қайта қалпына келтіру барысында спорт залы мен бірнеше кабинеттерде жүргізілуде. Терезе шыныларының ауыстырылуы, төбені жөндеу және жарықты ауыстыру жұмыстары қарастырылған. Бүгінгі таңда оқу кабинетінде линолеум жаңартылған. Қала әкімі Еркебұлан Байахметов жөндеу жүргізіліп жатқан мектептерді қажетті спорттық құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін қарастыру мәселесін жауапты жүйелерге тапсырды. Назарға алар енді бір жай, жұмыспен қамтудың жол картасы шеңберіндегі 33 инфрақұрылымдық жобаға 438 жұмыс орнын құру қарастырылған.